Қабылан, Дулат Исабеков. Сонда оның ескі жұртты сағынғаны ма? Солай болғаны ғой. Апырмай, итте де ондай қасиет болады екен-ау. Болады. Көктем шығуы ақ мұң екен. Қабыланның да барлық мінезі, жүріс-тұрысы, күнделікті әдеті, төңірекке көз қарасы, бәрі де өзгеріп сала берді. Оның біздің есіктің алдына келгеніне міне 4 ай болды. Осы 4 айдың ішінде Қабылан көз алдымызда жүрсе де, бәрімізден ұрланып ер жеткен секілді. Осы көктем шығып, наурыз торғай келгенге дейін ол көзі шыныдай жылт-жылт етіп, алдындағы адамға тек балалық қызығушылықпен, таңданушылықпен басын қалт-қалт еткізіп қарап отыратын кіп-кішкене сүйкімді күшік еді. Алды адамнан бастап өмірдегі тірі мақұлықтың бәрін белгілі дәрежеде есейтетін, ой қосатын, тіпті барлық мінезінің күрт өзгеруіне тікелей әсер ететін үлкенді-кішілі кездесетін өмірдің уақиғалары ғой. Қабыланның да мінезіне күрт өзгеріс енгізген сондай бір уақиға болды. Қар кетіп, жер енді бусанған шақта бір күні әкем атадан келе жатқан салт бойынша Қабыланның бүкіл жүріс-тұрысына, қимылына ерекше бір сүйкімділік сеуіп тұратын селтеңдеген құлағы мен шұбатылған әдемі құйрығын табалдырыққа қойды да ұстарамен ғырт-ғырт еткізіп кесті де тастады. Қабылан қыңқ деп дыбыс шығарған жоқ. Екі құлағын кесіп болып, әкем енді құйрығын ұстап жатқанда, оның сүйкімді ойлы көздерінде айрықша бір шыдамдылық пен сабырлылық пайда болып, екі құлағынан сорғалаған қою күрең қанды елемегендей артына жай бір бұрылып қарады да қоя салды. Қабыланның шыдамдылығына бәріміз сүйсіндік, ал бұл жөнінде естігендер илана қоймады. Иланғандары болса жағаларын ұстап таң қалысты. Осыдан бастап Қабылан табалдырықтан бері аттап үйге кірмейтін болды. Әйтсе де өз иесінің өзіне мүлде түсініксіз жат қылық көрсеткені оны бірнеше күн бойы таңдандырып жүрді. Бірақ ренжіткен жоқ. Оның бәрімізге деген, тіпті жұмбақ қаталдық көрсеткен әкеме деген бейкүнә сезімі мен сүйіспеншілігі ешқандай өзгеріссіз сол күйінде қалды. Бірақ оның кейбір тентек қылықтары бірте-бірте суалып, қозы-лақпен, домаланған резеңке доппен, жел қуған қағазбен ойнауы да тыйылды. Алғашқы кезде ол мысыққа барынша қызығатын. Үйдегі сары мысықты көре қалса, алдыңғы екі аяғын өнер көрсетіп жүрген цирк аты секілді ойқастата бастап, қорбаң-қорбаң жетіп баратын. Егер осы кезде Қабыланның барлық қимылы мен пішініне қадағалай қарасаңыз, оның жүзінен мысыққа деген қызығушылықты, оны әлдеқалай бала көрген сезіммен ерекше бір күлкіні көруге болар еді. Иә, Қабылан күле білетін. Егер мен үйде 2-3 күн болмай кенет оралсам, алдымнан арсалақтап шығып келе жатқан оның жанарынан қуанышты күлкіні анық көретін едім. Кейде ол екі құлағын салбыратып ойға шомады. Сол сәтте Қабыланым дей қалсам, елең етіп өзіме күле қарайтын. Ал қазір көп нәрсеге қызықпайтын секілді. Алдыңғы екі аяғын иегіне қойып, төңірекке жайбарақат қарап жатады. Егер алдынан домалап доп өтсе, я болмаса секеңдеп лақ шықса, я болмаса мысық жүгіртсе, ойлы көздерін сол жаққа бір төңкеріп тастайды да қайтадан ойға шомады. Оның осы көзқарасынан көрмей жүрген доп дейсің бе, босқа шаршатудан басқа тигізер пайдасы жоқ. Сен лақта секеңдеуден жалықпайды екенсің. Осы мысықта еш жоқ-ау деймін. Қарап жүріп маған неге қарс жарылады да жүреді деген сезімдерді оқуға болар еді. Қабыланның жақсы ит боларын біз көзін ашқан соң ақ білгенбіз. Әкемнің ет құдасы біздің кәрі төбетіміз былтырғы жылы боранда қасқырға жем болған соң, қолындағы асыл тұқымды қаншығы жақсы күшік туса, жегжат пен жегжаттың ит пен мысық, пышақ пен тауық алмаспайтын қазақтың қараңғы ырымын біле тұрса да, дәл осы жолы оны аттап өтіп, ең жақсы арлан болады-ау деген күшігін әкеп бермек болған. Итсіз қойшы балғасыз етікшімен тең. Итсіз қой бағу әсіресе қасқыры жиі кездесетін Қаратау өңірінде мүмкін емес. Бір күні әкемнің құдасы қаншығының туғаны туралы қуанышты хабарды айтып келді. 2 күшік қана туыпты. Бірі қаншық, бірі төбет. Пақ-пақ жарықтық-ай. 2 күшік қана туғанын қараңызшы.
Әй, өзі сирек кездесетін тұқым екен жарықтық деп әкем сол күні тамсанумен болған. Сауранбай әкемнің құдасы, ол қаншықты осыдан 7-8 жыл бұрын теміржол жағасынан аштан бұралып, бауырын енді көтеріп келе жатқан кішкене күшік кезінде тауып алса керек. Үйге әкеліп, ет, сүт беріп, біраз күн асыраған соң ол кәдімгідей ит болады. Содан бері сол үйде қалған. Өзге қаншықтар секілді 3 ай сайын 7-8-ден шұбырта бермей, жылына бір-ақ рет, екеу, біреу, ары кетсе үшеу ғана туады. Бауырын көтеріп, ана сүтіне жарып болдау деген шақта мен барып күшікті үйге әкелдім. Әкем малдан келген соң жас күшікті ары-бері айналдырып ұзақ қарады. Ол кісі жаңа туған мал болсын, мысық болсын, жас бала болсын, көсеудей қолын көстеңдетіп уқалай беруді қашаннан қаламайды. Қолдың уы жайылып өсірмей тастайды деп қорқады. Дегенмен алғашқы сынақ ретінде ол кісі күшіктің желкесінен ұстап аспанда ұзақ көтеріп тұрды. Міне, қазір қыңсылайтын шығар деп мен тағатсыздана күтіп тұрдым. Бірақ ол қыңқ етпеді. Қап-қара мөлдір көздерін ашып жұмып, ештеңе сезбегендей әкемнің қолында үнсіз тұра берді. Сонан соң әкем оның құлағынан кезек көтерді. Сонда да қиналған үн шығармады. Болғалы тұр екен, арлан ит болады деп әкем сүйсіне орнынан көтерілді. Атын не қойсақ екен? Тұмсығын қарашы. Қабылан тұмсық емес пе? Қабылан қойсақ қайтеді? Қабылан? Иә, Қабылан. Қабыландай қайратты, Қабыландай айбатты болсын. Осы кезде күшік әкеме жалт қарады да әкемнің ішек сілесі қатып күле жөнелді. Міне, біздің Қабылан дегенімізді естіп жалт қараған жоқ па? Осы бойы Қабылан бола қойсын. Бұл ат өзіне де ұнап тұр екен. Содан бері оның аты Қабылан болып кетті. Қабылан қыс бойы үй ішіміздің бір мүшесі сияқты бізбен бірге тұрды. Ол үйге аттап кірген сәттен бастап сары мысықтың өрісі тарылып, берекесі қашты. Асыр салған ойыны, пеш түбінде қаннен қаперсіз ұйқысы, ішкен асы, сүрген тіршілігі, бәрі де мағынасыз тіршілікке айналып, қыс бойы бір жадырамай-ақ қойды. Қабыланды көрген бетте белін бүкіретіп ұрысып кеп береді. Мысық бір тұтам бойына тығылған асқар таудай ыза кекпен ұмтылады. Ал күшік өзіне біткен табиғи еркіндікпен мысықтың қыжырын одан бетер қоздыра түсіп, ашусыз, зілсіз ұмтылады. Мысықтың мұндай арбасқан ішқұса өмірі Қабыланның құлағы кесілгенде ғана жадырап, үй ішінде еркіндеу жүретін болды. Көктем өтіп, жаз келгенде Қабылан кәдімгідей төбет боп қалды. Әуп-әуп деген даусы да қомақтанып, жанарына айрықша бір жалт-жұлт еткен от үйіріле бастады. Енді ол бізбен бірге өріске шығып, қой бақты, кең даланың жайқалған ойы мен қырында балалық шағына ауық-ауық бой ұрып, кей сәтте көбелек қуды. Ол кітап оқып отырған менің жанымда бір аяғын аяғыма салып қойып үнсіз жататын. Осылай жата беру оны жалықтырады. Сол кезде ол екі танауын гу еткізіп терең бір дем алады да аяғыма асып қойған аяғын бейне бір әлдене айтқысы келгендей қозғап қояды. Мен оған іштей сүйсініп төмен қарап күлімсіреп отырамын. Ол тағы қозғайды. Сонан соң, не Қабыланым деймін оған сүйсіне қарап. Оның маған қадалған отты көздері осы сәтте тентектік жасағандығы үшін ұялған жас баланың жанарындай тайқып кетеді. Ал кейде маған ұзақ қарап отырады. Жалықтың ба? Ішің пісті ғой сенің, деймін басымды изеп. Ол басын төмен салбыратады. Не төңірегіндегі жайылып жүрген қойларға, не алыстағы мұнартқан Қаратауға қарайды. Ол мені орынсыз, себепсіз мазалағандығы үшін қысылатын секілді. Қабыланның осындай айрықша ерекшелігін мен әкеме талай таңданып айтып келдім. Менің айтқаныма илана қоймаған әкем 5-6 күннен кейін өзі де осындай уақиғаның куәсі болып, таңданғаннан сөйлеуге сөз таба алмай келді. Ал апам иттің мұндай қасиетін көпке дейін бір жамандыққа жорып, астапыралла деп үрейленумен болды. Бір күні Қабылан екеуміз қойға шығып, мен кітап оқып отырдым. Ол жалықты. Менің бәтеңкемнің тұмсығын өткір тісімен жайлап кеміре бастады. Мен аяғымды алып қашып, әрі-бері қозғалтып қойдым. Бәтеңкемді тез қозғаған сайын Қабылан да қимылын тездетіп, екі қолмен мысық секілді шап-шап ұстап алады да тісінің батып кететінін біліп ақырын ғана тістелейді. Мен аяғымды тоқтата қойдым. Қабылан қозғауымды күтіп үнсіз жатыр. Оның тілегін жуық арада орындай қоймадым. Сол сәтте ол қолын жай ғана көтеріп, бәтеңкемнің ұшын табанымен түртіп қойды. Мен жалт қарадым. Сол кезде оның жанарынан қозғасаңшы деген жазуды анық оқыдым. Мен кітап оқуымды жалғастырып, аяғымды ары-бері тербетіп отыра бердім. Бұл ойын да оны жалықтырды. Аузын ашып есінеді де иегін екі қолына салып
қалып үнсіз қалды. Қанша уақыт өткенін білмеймін. Әлден соң Қабылан орнынан тұрды да менің дәл жаныма кеп қабаттасып жатты. Одан жаңа қимыл, жаңа қасиет күтіп мен де еш нәрсе сезбеген боп отыра бердім. Бір кезде Қабылан қолын тіземе салды. Үндемедім. Екінші қолын қойды. Сонда да аңғармаған болдым. Сонан соң ол менің осыншалықты енжарлығыма ызаланғандай екі қолын кітап бетіне салып, артынша оны басымен жапты да, ал енді қайтесің дегендей бетіме тура қарады. Оның көзінде күлкі жоқ еді. Мен кітапты былай ысырып қойып, Қабыланды құшақтай алдым. Қабыланым, Қабыланым, ақылдым менің, дедім оны қыса түсіп. Сонан кейін ол көңілденді. Білегімнен жұп-жұмсақ қана тістелеп, менімен алысып ойнады. Оның жанары күлкіге тола еді. Екеуміз кәдімгідей ақ ойнадық. Ол менің сабан шляпамды алып қашып, анадайға апарып тастап, қайтып келеді. Әлден соң шауып барып, қайта келеді. Енді бірде сол шляпамның қасына шоқшиып отыра кетеді де менің келуімді күтеді. Оның көңілін қалдырмайыншы деп солай қарай жүгіре жөнелемін. Ол алыса кетеді. Өстіп жүргенде оның тырнағы байқаусыз білегімді жырып кетті. Мен отыра қалып құлқайыр жапырағымен шып-шып шыққан қанды сүрттім. Қабылан қасыма жетіп келіп шоқиып отырды да үнсіз қалды. Дөрекілік, білместік жасап қойғандығын сезетін секілді. Мен қалтамдағы орамалдан жыртып алып қан шыққан жерді таңдым да Қабыланға қарап, «Міне, сенімен ойнасаң осы. Сен аңғалсың, тентексің сен», дедім үніме ашу қосып. Осы кінәсін мойнына алғандай көңілсіз жанарын маған бір аударды да алыстағы буалдыр сағымға сүлесек қарап отыра берді. Білегімнен тамшылап аққан қан мен даусымның қатты шығуынан ол өрескел қателік жасап қойғанын анық сезген секілді. Осы сәтте Қабыланның дәл алдына үлкен бір көбелек кеп қонып, ебедейсіз қанаттарын ашып жайып отыра берді. Көбелек ұстау балаң Қабыланның сүйікті ойыны. Бірақ бұл жолы ол көбелекке қызыға қойған жоқ. Тек көз қиығын тастады да қойды. Көбелек ұшатын емес. Қайта сәлден соң көлбең етіп көтеріліп, Қабыланның дәл алдыңғы аяғына қонды. Қабылан оған сәл қарап отырды да, арс етіп екінші аяғымен салып қалып, онсыз да езіліп қалған байғұсты өткір тісімен шайнап тастады. Оның қатты ашуланып отырғанын сонда ғана байқадым. 10 шақты күн өткен соң Қабыланмен уақытша ажырасуға тура келді. 11 жылдан бері қой бағып келе жатқан, ит асырауда тәуір-ақ тәжірибесі бар әкем, қанша ақылды болғанмен ересек, өткір азу төбеттермен бірге жортпай жас күшіктің беті ашылмайды деп Қабыланды Беріш деген таныс қойшының үйіне апарып тастады. Ол қойшының екі алғыр төбеті болатын. Жыл сайын екеуі де қасқыр алады. Әкем Қабыланды да сол төбеттердей болсын деп ойлаған еді. Шынында мен Қабыланға үйреніп ақ қалыппын. Қой соңында жүргенде әлдекімнің орнын олықсынғандай, әлдекімді әні-міні келіп қалар дегендей алаң болып жүретін едім. Итпен бірге, әсіресе Қабылан сияқты итпен бірге қой бағу ешкімді де жалықтырмас еді. Қабылан өзіміздің жайлауға жаз ішінде қайта оралды. Итті сағыну деген, Алла сақтасын, біздің үйдің қанына сіңбеген нәрсе. Бірақ бұл жолы оны әкем барып алып келгенде далаға үй ішімізбен үдере шығып қарсы алдық. Қабылан нағыз төбет боп қалыпты. Біз алғашында оны танымай, тансақ та тез арада табыса алмай, суысыңқырап қалған көңілді тез жылытуға тырысып, Қабыланның нағыз арлан болып оралғанын айтысып, өзара күбір-күбір едәуір тұрдық. Қабылан болса адам танығысыз өзгерген. Осы 2 айдың ішінде желкесі күдірейіп, бұрынғы ұяң-жүні қайрат пен ашуға толып қылшықтана түскен. Дөңгелек көздері бұрыштанып, көз қарашығы жалынға айналыпты. Кеудесі аяқ қаптанып, аузы жайынның аузындай жайылып жатыр. Қабылан бойындағы барлық балалығын бізден 7 шақырым жердегі жайлауда қалдырып кеткен секілді. Алайда мен үшін бұрынғы Қабылан, балаң Қабылан қымбат еді. Дегенмен амал жоқ, өзгеру, есею өмірдің басты заңы. Жас сәбидің балғын шағы қызық-ақ, есейген соңғы қызығы одан да көп. Сәби өзінің 100 жылдық ерекшелігімен басты қасиеттерін осы бесікте жатқан шағында алады. Бәлкім Қабылан да өзінің айрықша мінездерін қайратты бойының бір түкпірінде жасырын сақтап қалған шығар. Досым, мына итің ит емес, арыстан болады. 2 айдың ішінде менің 2 төбетімде бата алмайтын боп шықты ғой. Қасқырға қалай шабатынын көре алмадым әттең. Қазір жайлауда қасқыр жоқ, қыста болады. Сондықтан қасқырға осы бастан өшіктіріп, үйіңде терісі болса, сабантықта Қабыланға ауық-ауық талатып қой. Иісін сезе берсін, деді әкемнің танысы 2-3 күннен соң үйге бір соққанында. Ал тамақ ішіліп дастархан жиылар шақта ол әкеме, Қабыланды қаладым. Не сұрасаң берейін, ат керек пе, атаң керек пе, тартынбаймын.
Басына бас демей-ақ екі төбетімді қоса ұсындым. Менің бір тілегімді далаға тастамай қабыл алғайсың дегенді айтты. Оның Қабылан туралы күні бойғы 90 ауыз сөзінің тоқ етері осыған кеп тірелерін әкем де мен де сезіп отыр едік. Сондықтан оның бұл қалауын күтпеген жаңалыққа балап ешқайсымыз селт ете түскен жоқпыз. Мен көзімнің астымен әкеме қарадым. Ол кісі өзінің қызыл шырайлы жүзіне онан сайын көрік беріп тұратын шиыршық атқан қап-қара мұртын анда-санда бір ширатып қойып, төмен түскен көзін жоғары көтере алмай жетіп келді. Бұл жолы Беріштің көңілі қатты қалып, әкеммен арадағы ала-арқанын бір жолата үсіп кеткен секілді. Қабылан үйге оралған соң көп уақытқа дейін көңілсіз жүрді. Қанша еркелетіп маңдайын сипаласаң да, өзіңе самарқау көзбен бір қарап, қойшы, мазамды алмашы дегендей басын басқа жаққа бұрып әкететінді шығарды. Соған қарап біз оны 2 ай бойы бауыр басып үйренген жеріне кетіп қалар ма екен деп қорқып жүрдік. Және көзі ашылсын деп жас Қабыланды жат жерге жіберіп, туған есікке суытыңқырап алғаны үшін әкем де мейлінше опынумен болды. Қабылан кей түні үшті-күйлі жоқ боп кетеді. Сол кезде бәріміз сыртқа үнсіз құлақ тұрумен боламыз. Бұрын итсіз өткізген 2-3 айда ештеңеге көңіл бөлмей, базардағыдай абыр-сабыр боп жатушы едік. Қазір Қабылан аз ғана уақытқа жоқ болса, ерегезетінді шығардық. Апам шелектің бауы сарт ете қалса да селт етіп, әкем "о не" дейтін болды. Өсіп отырған бір шақта Қабыланның құлаққа таныс қомақты, сонысымен сүйкімді әуп-әуп деген даусы естіліп қалады. Біз алыс жолдан сағынып күткен адамымыз оралғандай қуанып, жадырап сала береміз. Салыныңқы қабаққа көке ойнап шыға келеді. "Көке, Қабылан келді" деймін мен жатып қалған жерімнен атып тұрып. "Әне үріп жатыр." Осыны айта салып сыртқа жүгіремін. Есік ашылғанын көріп, Қабылан да маған қарай асықпай аяңдайды. Қараңғы түнде оның болмысы ит емес, кенже туған тайыншаға көбірек ұқсар еді. "Қабылан, күшім" деп еркелетіп, оның қылшық жүнді мойнынан сипалаймын. Осы кезде әкем де шығып, ол да сипалайды. Қабыланның томаға тұйық мінезі көпке созылмады. 5-6 күннен соң байырғы иелерімен қайта табысып, балалық шағым байқатпай сыпырып алып қалған жайлауын да, ондағы уақытша иесі мен таныс иттерін де ұмыта берді. Бұл бізді қуанта түсті. Алайда Қабыланның бойынан шектен тыс салмақтылық, немқұрайлылық кетпей қойды. Оның үстіне соңғы уақытта ол жаңа бір қасиет ашқан сияқты. Кейде күнұзақ менімен бірге қой соңында үнсіз жүреді де, кенет әлдеқайда жүгіре жөнеледі. Қабылан деп үрейлене шақырғанымды естімейді де. Қабыланның дәл осылай оқыс жүгіріп кеткен бір сәтінде артынан мен де жеттім. Қабылан өзімен өзі алысып, құлқайыр арасында аунап жатыр екен. Көз алдындағы көріністің немен аяқталарын күтіп, мен сол орнымда таңданып ұзақ тұрдым. Ол кейде шалқасына түсіп қимылсыз жатады да, кенет атып тұрып көкке атылады. Артынша ұмар-жұмар боп бүрісіп, серіппелі сымдай арс етіп тағы шапшиды. Маңайындағы құлқайырлар борт-борт сынып жапырылып жатыр. Бір кезде ол бір түп қураған кеуректің түбінен әлденені тістеп алып, жұлқып-жұлқып лақтырып жіберді. Ол сарт етіп дәл менің алдыма кеп түсті. Борсық, ескі шүберектей борша-боршасы шыққан борсық. Қабылан ашуға сыймай арылдап кеп, әлгі өлі денені аяғымен басып тұрды да, тісімен жұлқа тартып қалды. Ол екі бөлініп түсті. Қайратты төбеттің айызы әлі де қанбаған секілді. Тез бөліне салған өлі борсыққа қанағаттанбай екі көзі шатынап отыра кетті. Мен оны өзіме қаратуға қорқып, не істерімді білмей селтиіп тұра бердім. Қабылан байқайтын емес. Ашу мен айбат буып тастаса керек. Осы кезде Қабылан деп жай ғана дауыстап қалдым. Ол жалт қарады. Көзіндегі от шашқан қайраты мен айбаты сол сәтте-ақ бәсеңсіп, әлденеден қысылғандай маған жасқана қарады. Шындығында ол мені бас салып, әлгі борсықтай борша-борша етіп тастар ма екен деп қатты үрейленіп тұр едім. Күшім дедім оны еркелетіп. Даусым қалтырай шықты. Қабылан жапан далада жалғыз өзінің жасаған мұндай қылығынан қысылып, маған қарай жаймен жақындады. Мен оны ертіп қой соңынан кеттім. Жол жөнекей оның қайраты бойына сыймай тасып бара жатқандағы жайлы ойлаумен болдым. Осы ойымды әкеме айтқанымда, ол кісі де менің пікірімді қостады. Бір күні әкем үйдегі қасқыр терісінің ішіне шүберек тығып, айнымаған тірі қасқыр етті де үй сыртындағы қыр астына апарып тұрғызып қойды. Сонан соң екеуміз Қабыланды ертіп келдік. Еңістен түсе бере әкем: "Қабылан, айт" деп қалды. Төбет әкем нұсқаған жаққа жалт қарап:
қасқырды көрген бетте күдірейіп тұра қалды. Көзді ашып жұмғанша болған жоқ, қабылан оқтай атылып қасқырға жетіп барды да арс етіп желке тұсынан ала түсті. Біз жеткенде ол қасқыр терісін 40 парша етіп шүберектерді шашып тастапты. Қабыланның көзі қанталап, ашуы асқынып тұр екен. Қарсыласының тез жеңіліп қалғанына ызаланғандай қынжыла бір қыңсылап алып, шашылған тері бөлшектерін одан бетер жұлқылай түсті. Қабылан болды енді, дедім мен дауыстап. Ол біз жаққа бір қарады да әлгі әрекетіне өршелене кірісті. Біз оны әрең дегенде ажыратып алдық. Ол әлгі орнынан кетпей қойды. Әкем шашылған тері мен шүберектерді қапқа салып алған соң, Қабылан артына қайта қарап соңымыздан ерді. Сол күні Қабылан түнімен ұйықтамай үріп шықты. Үнінде бұрынғы бейбіт ырғақ жоқ. Әлдекімге арналған ызалы, ашулы, зілді кек бар еді. Бір күні Қабылан екеуміз қатты ренжісіп қалдық. Қыс ортасы болатын. Үлкен боранның хабарын жеткізіп, аспанды қаптаған сұрғылт бұлт майда қиыршық қар тастап тұрған. Мұндай кездерде әдетте күн май тоңғысыз болады. Үстіндегі қыс киімің ауыр тартып, маңдайың жіпси бастайды. Көңілденіп, асыр салып ойнағың ақ келеді. Бірақ бүгін көңіл қошым жоқ. Бәріне себепші әкем. Колхоз орталығында бүгін 10 жылдықты бірге бітірген достарымның біреу үйленеді. Тойына мені де шақырған. Шопан жаны қашанда сауық сайранға құмарақ емес пе? Жайлауда үй іші адамдармен шексіз даладан өзге еш нәрсе жоқ қой. Алғашқы кезде бұл бір қалыпты жансыз өмір адамға жат көрінеді. Сонан соң оған да үйренеді. Енді саған елді жердегі шулы өмір жат бола бастайды. Қаламен, қырмен, құлқайырмен, көкшіл аспанмен тілдескін келеді де тұрады. Ал мен бір жылдан асып барады. Әкем сияқты алаңсыз үйрене алмай-ақ келемін. Ойымнан орталық шықпайды. Қолым бос болса, әлде нені сылтауратып солай қарай тартып кеткім келеді де тұрады. Міне сондай себеп табылды. Тойға бармақ болдым. Қуанышым кеудеме сыймай, санықтағы көк костюмымды алып, самауыр өтекпен түні бойы өтектедім. Құрым етегімді жалтырата майлап шашымды жудым. Сосын қолға былтыр ғана үйретілген шолақ тайдың жалын тарап, ер тұрманымды сайлап, қысқасы нағыз жігіт қалпыма келіп, таңға жуық қана көз шырымын алуға жантайдым. Күн шығып, аяз сынған соң жүріп кетпекпін. Бірақ таң атқан соң тәтті ойымның бәрі әдірие қалды. Орнымнан тұрып, апыл-ғұпыл киініп жатқанымда әкем кіріп, бармайсың деді. Сол, бармайсың деді. Сонда алып бара жатқан шаруа да жоқ, болмашы ғана нәрсе. Насыбайы таусылып қалыпты. Енді колхоздағы тамыр насыбайшысына бармақ. Ал мен 3-4 күн бойы кеудесіне намысып, соңғы таңымды ұйқысыз өткізген мен қой бағып қала бермекпін. Жалындым. Енді көктемге дейін ешқайда бармай-ақ қояйын. Насыбайды қанша керек болса да мен алып келер едім деп өтіндім. Болмады. Насыбайдың сапасын ажырата алмайсың деді. Сонан соң ләм демедім. Үстіндегі киімімді шешіп лақтыр жібердім де, ішпестен қайта киініп, әлі ерте болса да қойды қорадан дүркірете шығарып өріске айдап кеттім. Демде ыза қайнап, қақпағы жабық қазандай жарылғалы келемін. Атта мінген жоқпын. Қолыма түсе кеткен бір жыңғыл таяқты алып, қарды гөрт-гөрт кешіп қой соңынан келемін. Bir кезде иығыма әлдекім асыла кетті. Жүрегім су етіп артыма қарағанымша болмай шалқамнан түстім. Құлап бара жатып алға қарай жүгіріп бара жатқан Қабыланды көрдім. Ол да ойнайтын кезді тапқан екен. Қашан қуып жетіп жүр? Ашуым онан сайын қозды. Орнымнан көтерілемін дегенше ол қайта келіп тағы домалатып түсірді. Басын шайқап арсалаңдап еліріп-ақ жүр. Болды енді, жоғал дедім зекіп. Қабылан онымды тыңдар емес. Есіріктеніп алған шалдуар бала секілді енді тұрып келе жатқанында қайта жығады. Қабылан алысқа барып шоқиып отырды. Тұрып келе жатсам қайта жүгірмек, қой едәуір алыстап кетті. Ыдырап кетуі мүмкін. Әй Қабылан, жынданба енді, дедім. Отыр тыныш. Сөйттім де жалаң қолыммен қар тіреп ақырын көтерілдім. Ол арсалақтап шауып келе жатыр. Жоғал әрі. Кенше болған жоқ, ол менің рәсуамды шығарып тағы домалатып кетті. Суыққа тоңып әбіржіп итке әбден ызам қозды. Бір жүгіріп келе жатқанда қолымдағы жыңғыл таяқты сілтеп қалдым. Соққы Қабыланның дәл құлақ шекесінен тиді. Ол шыдамдылығына басып қыңқ еткен жоқ, бірақ сол орнында отырып қалды. Сол керек саған. Жылайтын бала әкесінің сақалымен ойнайды. Отыр енді. Үстімнің қарын қағып қой соңынан жүріп кеттім. Қабыланға бұрылып та қараған жоқпын.
Ол қатты ренжіп қалды. Арада жарым сағаттай өткен соң ол қойдың келесі жақ шетінде жүрді де алды. Қасыма жақындауды ойламайтын сияқты. Келе жатқанда топ қойдың құлқайыр жақтағы бөлігі дүр етіп бері лап қойды. Қабылан, қой деймін, жындандың ба дедім айғайлап. Осы сәтте құлқайыр шетінде деңкиіп жатқан екі саулықты көрдім. Шашым тік тұрып, денем дірілдеп кетті. Ал маған қарай дүркіреп келе жатқан топ қойдың ішінен жұлдыздай ағып жүрген екі қасқырды көріп қалдым. Енді не істемекпін? Бір кезде ай деп қалдым. Дауысым тарлан, өзім де танымадым. Есерімді білмей сабырым қашып тұрғанда қасыма Қабылан жетіп келді. Ол да сезген екен. Әлгі ренішінен ештеңе де қалмапты. Екі көзіне от пен қайрат, онымен бірге үрей үймелепті. Менің аяғыма келіп бір-екі сүйкенді. Сонан соң әлдене демек болғандай жалынышты көзбен қарады да аузын ашып қыңсылай ұлып қойды. Артынша сол жерге аунай кетіп қарш-қарш құлқайыр шайнады. Әлі мұндай уақиғаға тап болмаған балаң төбеттің жүрексініп, сөйтсе де кеудесіндегі қайраты мен ашуы өн бойына тыншу бермей өзімен өзі арпалысып жатқанын сездім. Мұндай сәтте ит баласы иесінің демеуіне мұқтаж болады. Қарап тұрар уақыт жоқ, не болса да әрекет ету керек. Қолыма жыңғыл таяқты қыса ұстадым да алға қарай қозғалдым. Қабылан дедім дірілдеп. Ол қасыма жүгіріп келді. Өз дауысым өн бойымды дуылдатып, ерекше бір батылдық сеуіп өткен секілді. Қабылан, хайт, қорықпа, бол жүгір. Алдымен өзім жүгірдім. Мен жүгірген соң Қабылан қорқыныш дегенді ұмытып кетті. Ол барысша атылып, жеткер сытыла берген екі қасқырға жетіп барды. Бетті күтіп, тісін ақситып тұрған арланмен Қабылан жеткен бойда ұмар-жұмар айқаса кетті. Сары тонның етегіне сүріне қабынып, ұзап кеткен олардың артынан ентіге басып мен келемін. Құр қол болса да адамның аты жаман, одан жасқанбайтын хайуан жоқ деген әкемнің сөзі тап осы арада ойыма орала кетіп, қасқырлардың дегбірін алу үшін айғайды салып жүгірдім. Алғашқы қарқынмен едәуір алысқа ұзап кеткен қаншық қасқыр айқасып жатқан арланын көріп бері жүгіре берді де, далбақтап келе жатқан менен жасқанса керек, кішкене төбенің басына шоқиып отыра кетті. Қабыланға қайрат бере айғайлап алысып жатқан оның қасына келдім. Мен таянған соң қасқыр сытыла қашты. Бірақ аяғына тісі батса керек, ақ қар қып-қызыл болып қалып жатты. Қабылан оны көп ұзамай қуып жетіп, аш белінен тістеп сілкіп қалды. Арлан қасқыр аунап түсті де амалсыздан тағы айқасты. Бір кезде Қабыланның жайындай аузы оның құлағына ілікті. Төбет бар қайратымен жұлқа тартып қалғанда қасқырдың оң құлағы жұлынып түсті. Арлан есеңгіреп сылқ ете қалды. Қабылан бұрынғысынан да өжеттеніп, өлгісі келмей арс-арс етіп, болмашы қарсылық көрсетіп жатқан бейшара қасқырдың тамағынан қарби тістеп сілкіп қалғанда қою күрең қанды бұрқ еткізді. Қасқыр ышқына бір қаңқ етіп қимылсыз қалды. Денесі қызып, ашу мен ызаға булыққан Қабылан оны баяғы жасанды қасқырдай парша-парша етуге кірісіп, өлі денені өжеттеніп жұлқылай берді. Таяғым алғашқы сілтегенде қақ бөлініп, өрт сөндірген адамдай әрекетімнен айғайым басып шығып, таяқты бағыт-бағдарсыз сілтеумен ғана жүредім. Қабылан, болды, қой енді. Қабылан, жетер енді дедім дауыстап. Қабыланның ашуы әлден соң ғана басылды. Арлан қасқырдың тоз-тозы шығыпты. Қабыланның көзі қанталап кеткен. Алғашқы жеңіске масаттанғандай ол тайқып шығып менің қасыма келді. Үстінде сау жер жоқ, қан. Қасқырдың қаныма, өзінің қаныма оны ажырата алмадым. Шоқиып отырған қаншық қасқыр сонда ғана есіме түсіп, артыма жалт қарағанымда оны көре алмадым. Үйге барып түйе арба жегіп келдімде, өлген қойлар мен қасқырды тиеп, Қабылан екеуміз кері қайттық. Қабылан қасқыр өлігінің жанында тыныш жата алмады. Соң оны алашаға орап түйенің үстіне алысыраққа апарып байлап қойдым. Қабылан қатты шаршапты. Қабыланым, батырым, ақылдым дедім оның маңдайынан еркелете сипалап. Шаршадың ба? Демала ғой енді. Ол маған дәл баяғы күшік кезіндегідей күле қарады. Көз жанарында екеуміздің таңертеңгі ашу араздығымыздан із де қалмапты. Оны сол кезде ұрғаным үшін енді өкіндім. Онда түк те кінә жоқ еді ғой. Ол тек бар болғаны ойнады, еркеледі. Менің әкеме ренжіп жүргенімде не шаруасы бар? Мен бұдан былай оны ешқашан ұрмауға, ренжітпеуге бекіндім. Қабыланның жаралы болғанын мен арбадан түсіп жатқанда ғана байқадым. Оның жатқан орнындағы орта кесенің аумағындай алаша үстіне қан сіңіпті. Қабылан, дедім. Қабылан, мұнда кел, қане, жақында. Бұдан бұрын өзім қимылдап, үстін сипалап көрдім. Оң жақ қолтығы ырсиып, қызыл еті көрініп тұр екен. Қасқыр тісі кере қарыс жерін сойып кетіпті. Ет қызуымен Қабылан оны байқамаса керек. Оның жарақаты бір айда әрең жазылды. Егер Қабылан тыныш жатса, 7-8 күнде ақ бітіп кетер еді. Бәріне өзі кінәлі.
Өткендегі уақиғадан соң мына дүниенің тыныш емес екенін білді ме, түнімен жортып тыншу көрмей шығатын болды. Байлап қойдық. Кішкентайынан шынжыр көрмей еркін өскен Қабыланға біздің бұл тәсіліміз пайда бермеді. Бір күннің ішінде ол жылқынамын деп ақ-қара қотыр боп қатып келе жатқан жарасын жаңғыртып қайтадан қанатып тастапты. Болмас деп босатқалы келгенімде ырсиған жарадан қан сорғалап тұр екен. Жаным ашып кетті. Дереу апам айтып, құрым киіз күйдіріп бастық. Қаны тиылған соң ақ дәкемен мұқият таңып тастадық. Қабыланның өткен жолғы ерлігі бүкіл аймаққа тарады. Енді кейбір ауыл адамдары оған елігіп, күшік асыраса атын Қабылан деп қоя бастады. Ал әкемнің былтырғы ренжіп кеткен досы қыс ішінде қайта келді. Тағы сол тілегін көлденең тартты. Бірақ әкем ол жөнінде тыңдағысы да келмей үзілді-кесілді бас тартты. Екеуі бір жола араздасып айырылысты. Көктем шығып жер шібіген шақта 2 жылдан бері қоныс аудармай отырған біз осы жерден 6-7 шақырымдай келетін Бақанас ойпаңынан барып орын тептік. Бақанас көлдің аты. Суы мол да емес, аз да емес. Қыс жауған қар суы, жаз жауған жаңбыр, бәрі осы жерге келіп үймелейді. Мына алса аспанынан бір тамбайтын Қаратаудың аптапты шілдесінде бұл орын қойшылар үшін алтынға айыр бастамайтындай еді. Бүгін тартсаң майы шығып жататын құнарлы да шүйгін-ақ жер. Майысқан сәуір мен зауза айының аралығында бұл маңайға өскен раң, мұз шөп пен сасырдың арасынан ат тұсауға отырған кісі көрінбей кетеді. Көл жағасы адамға да, малға да жайлы. Сондықтан бұл араға колхоздың кез келген малшысы ынтық. Бірақ бәрі бірдей келгенімен өріс тарлық етеді. Осыны ескеріп, колхоз басшылары Бақанас жайылымына малшыларды жыл сайын 3-3-тен бөліп кезек қондырып отырады. Биылғы кезек әкемнің досы Жаңабай деген шопан мен біздікі. Солардың ішінде бұл араға алғаш шаңырақ көтерген біз болып шықтық. Көл тұп-тұнық, айнадай жалтырап жатыр екен. Биылғы суы мол секілді. Әсте ақырамышқа дейін тайыздамас. Үстінде ұшып қонған үйрек пен балықшы құстар төңіректі жарасымды шуға бөлеп, әлі адам қоныстана қоймаған алқапты иемденіп алыпты. Бізден кейін әкемнің бұрынғы досы Беріш жетті, артынып-тартынып. Өзінің қашанғы әдетіне басып тиісе келді. Менен бұрын бұзыла көшкендегі мақсатың жақсы жерді ертерек қамту ғой. Ол болмас, іргеңді әрірек ысыр. Бұл 2 жылдан бері мен уық көтеріп келген жер деп, жүгін біздің үйдің жанына түсіре бастады. Жаратылысынан дауға жоқ әкем, Беріш-ау, үй тіккен орның менікі деуін қай сасқаның бұл? Құдайдың жеріне адам ен салғанды қайдан көріп едің? Уық көтеремін десең, Бақанастың басқа маңайы жетпей жатыр ма? Әлде жатқан түйені арбаңның оқтығымен әдейі сүйкеп отырмысың деп қарсыласқан болды. Бірақ ары отыр, бері отыр, үлкен жанжалға айналатын болған соң, құрысын, бәледе машайық қашыпты деп, әкем тыныш басын шудан аулақ алып шығуға тырысып, орнынан күншығысқа қарай тай шаптырым ысырылып, қоныстануға кеңес берді. Сонымен Беріш Бақанастың біз таңдаған ең бір тамаша орнын көрер көзге көлді күміш көкірекпен жала қылып алды. Үй әрине ашу араз тұрдық, бір-бірімізбен араласпаймыз, керісінше иттеріміз тату. Балық шағын солардың арасында қалдырған Қабылан, ол 2 төбетпен келген күні бір ырылдасып алды да ұзақ искелеп қайта табысып кетті. Бақанасқа көшіп келгелі бері Қабыланның неге екені белгісіз қабағы ашылмай-ақ қойды. Қой соңында болсын, мейлі үйде болсын, иегін алдыңғы аяғына қойып ойланады да жатады. Өзі бұрынғысынан жадау тартып, жүні жығылып қалған секілді. Ауырып жүрме екен деп те ойладық. Бірақ ауық-ауық ол көңілсіздіктен арылып, бұрынғысындай асыр салып ойнап кететін. Мен мұның мәнісін әкемнен сұрадым. Ол кісі де көпке дейін түсінбей жүрді. Қабылан кей күндері зым-зия жоқ болып кететін жыр шығарды. Түні бойы алаң болып шығамыз. Қабылан кейде түн жарым ауа, кейде таңға жуық келеді. Күні ерте далаға шықсам, есік алдында Қабылан тұр екен. Ұзақ жолдан оралғаны осы ғана болса керек, сауырынан шейін шыққа малынып су болыпты. Мені көрген сәтте азықханаға қарай жүгіріп кетті де ізінше қайта шықты. Өз көзіме өзім сенбедім. Қабыланның аузында тістеген малақайы бар еді. Менің жұртқа тастап кеткен ескі малақайым. Қабылан соны әкеліпті. Үлкен бір тапқырлық ерлік жасағандай масаттанып, 2 көзі шырадай жайнап тұр. Қабылан иесінің реніші мен қуанышын салған жерден танитын еді. Сондықтан оның қасына жетіп бардым да мойнынан құшақтай кетіп, аузындағы құлақшынды алдым. Ақылдысың, сен данышпансың, Қабыланым менің деп, оның маңдайынан, құлағынан сипалай бердім. Сонан соң ол қуансын деп,
кір екеніне қарамай тозығы жеткен малақайымды басыма кидім. Қалай, жараса ма екен Қабылан? Ол менің бетіме, одан малақайыма қарады да басын қисаң еткізді. Мен оның барлық қимылын қалт жібермей бақыладым. Қабылан осы малақайдың менікі екенін сезіп, ол малақайды жоғалып қалған жерінен тауып әкеп, иесіне табыс еткен үшін шынымен қуанып отыр ма екен? Осы ой дәл қазір көкейімнен кетпей қойды. Қабыланның бүкіл қимылы мен көзқарасынан осы сұрағымды растағандай жаңа бір жауап алдым. Ол шын мәнінде қуанышты еді. Мен орнымнан тұрған кезде әкесіне үлкен бір көмек көрсетіп тастаған бала секілді масаттанып, жаңа өріп бара жатқан қойларға қарай шаба жөнелді. Қой бағуға ол әбден үйреніп алған. Кей уақыттарда түске қарай артынан барамыз. Ал Қабылан қойлардың бірде-біреуін шашау шығармай бағып жүреді. Асыл ит еді ол. Қабыланның түн ішінде қайда барып келетіндігі бізге осы оқиғадан соң-ақ анық болды. Сонда оның ескі жұртты сағынғаны ма дедім бір күні әкеме. Солай болған ғой. Апырмай, итте де ондай қасиет болады екен-ау. Болады. Ит тойған жеріне деп жұрт көп итке теліп айтқан. Ал Қабылан 100-ден 1000-нан кездесетін қасиетті жалқы ғой. Оның өскен жерді сағынуы сондықтан. Қабыланның көшкен жұртқа барып келген күнгі көңіл күйі осы ойымызды растап жүрді. Арада бір айдай өткен соң жаңа қонысқа үйреніп жадырап қалған Қабыланның мінезі тағы жабырқанға тартты. Айналасы 2-3 күннің ішінде жүні жығылып, көз жанары солып шыға келеді. Не боп қалды бұған тағы да? Көз тегіш бала секілді шикамшыл болып алдау әбден, деді әкем оның қарсы алдында отырып. Қабыланым, күшім, не болды? Айтшы қане, айта қойшы. Бірақ Қабылан ештеңе айтпады. Басын бір жағына бұрып, болар-болмас қана қыңсылап қойды. Әкем екеуміз бір-бірімізге үрейлене қарадық. Қабылан жеңіл-желпі нәрсеге қыңсыламайтын еді. Сапыралла, бір бәле болған ғой бұған. Қабыланым, ақылдым, қиналып жатырсың ба? Bir жерің ауыра ма сенің? Қабыланым, деді әкем оның құлағынан қасылап. Қабылан мұндай еркелетуге қарсылық көрсетіп басын тартып алды. Ол күннен күнге жүдей берді. Тамақ ішеуін де қойды. Қабыланға бөлек тамақ жасамайтын едік, біз не ішсек ол да соны ішетін. Егер сәл тұзы кем болса, ол 1-2 сылпылдатып басын көтеріп алатын да, мыналарың жарамайды енді дегенде шоқиып отыра кететін. Ол сондай еді. Бірақ бұл жолы ешқандай тамақ атаулыға көңілін де аудармады. Бәрімізді көңілсіздік басты, қорқыныш биледі. Шынымен ол өліп қалар ма екен? Ауырып жүрген кезінде бір жаққа кетіп әлденеге ұрынып жүрмесін деп біз оны арнайы шартақ жасап байлап қоятын болдық. Bir күні оған тамақ құюға келсем, іші қабысып, инеліктей ақ боп қапты. Бұрын қандай төбет еді шіркін, қор болған Қабылан-ай. Өстіп тұрғанда ол қық-қық деп 2-3 өтеліп қалды. Шынымен бе? Япырмау, шынымен бе? Төбе шашым тік тұрып, денем дірілдеп кетті. Үйге жүгіріп кіріп, әкеме болған уақиғаны айттым. Ах, не дейді, Құдай-ау деп ол кісі орнынан атып тұрып шартаққа қарай жүгіре жөнелді. Біз келгенде Қабылан тағы 1-2 рет қақалды. Нәлеті, иттің ғана баласы кім болды екен, қандай ғана мейірімсіз болды екен деп әкем түтігіп кетті. Ине тастапты ғой, әлда мейірімсіздер-ай. Қабыланға ине тасталыпты. Оның көз алдымызда таусылып бара жатқан себебі сол екен. Мұны кім жасаған бәріміз жақсы білдік. Бірақ көзін көрмеген соң қолыңмен қайтып ұстарсың. Қайран Қабылан-ай. Ертеңіне түске жақын Қабылан қыңсылай ұлып жұлқынумен болды. Оның аянышты даусын естігенде сай сүйегіміз сырқырап тыныш отыра алмай кеттік. Босатшы, деді әкем маған. Байлау көрмеген төбет 3 құса болып та тұрған шығар. Өз еркімен бір жүріп қалсын. Өз еркімен бір жүріп қалсын деген әкемнің сөзі маған біз сұққандай әсер етті. Сонда ол өле ме? Әкем үндемеді. Тек иегін ғана мегзеп, бар босат, деді әлгі сөзін тағы қайталап. Мен Қабыланның қасына бардым. Ол мені көрген сәтте мұңын шақпақ болғандай қыңсылап қоя берді. Оның жанарында ием-ау, айтсаңшы, не болды маған? Сендер менен гөрі әлдеқайда ақылды едіңдер ғой, не болды? Шынымен өлмекпін бе енді деген жалынышты да үрейлі сұрақ үймелеп тұр еді. Байғұс төбет өзінің адамдар арасындағы қызғаныш пен алакөздіктің құрбаны боп бара жатқанын қайдан білсін. Шынжырдан босатқан кезде Қабылан үйді айналып жүгіре жөнелді. Бірақ онысы көпке созылмай жер бауырлап жата қалды да тағы қыңсылады. Осы кезде ол орнынан кенет тасыр-тұсыр тұрып жүгіріп барды да арс етіп әлденені лақтырып жіберді. Топ ете түскен жаққа қарап едім, серейіп жатқан байғұс сары мысықты көрдім. Лездің арасында жан тапсырып аузы қисайыпты да қапты. Бұл оқиғаға таңданып мысықтың жанына келгенімде оның жанында жатқан бір кесек қызыл етті көрдім. Бәрі де түсінікті болды. Жаюлы тұрған еттен алып қашып бара жатқанын Қабылан көріп қалып жазасын сол жерде берген екен. Мысықты ол баяғыдан жек көретін еді. Ақыры түбіне жетіп тынды.
Кешке қарай тынышталған болды. Біз қайта-қайта көріп қойып отырдық. Түн болып, ас-су ішіп біткен соң тағы шығып, шартаққа кіргенімде Қабыланды көре алмадым. Қабылан жоқ дедім үйге қайта кіріп. Жоқ дейді. Әттес-ай, бекер босаттық-ау, бір бәлеге ұрынып жүрмесе болар еді сол. Ізде олай-бұлай шығып. Мен аяқ жетер жердің бәрін шарлап шықтым. Қабылан келмеді ме деп берістікіне де барып қайттым. Ол жақта да төбет жоқ болып шықты. Үйге келген соң әкем атқа мініп іздеуге шықты. Солақтаймен мен де кеттім. Үйге таңға жуық оралдым. Ештеңе таба алмадым. Күн көтеріле бергенде әкем келді. Далаға шыққанымда оның Қабыланды ат үстінен сирағынан ұстап шартаң жанына қойып жатқанын көрдім. Жүрегім мұздап, өн мойымнан жан кетіп қалды. Жақсы ит өлігін көрсетпейді деген осы ма, әлде ерекше туған Қабылан ақтық демін өскен жердің ауасымен алғысы келді ме екен? Әкем оның денесін көшкен жұрттан тауып әкеліпті. Бұл бәрімізді, әсіресе жаңа көрші Жаңабайдың үйі ішінде қатты таңдандырды. Күн сәскеге таянғанда Қабыланды бақанастың түстік жағындағы бір төбешікке жерледік. Көрші Жаңабай жер қазысты. Бір мойын беріш, бір сұмдықты сезді ме, төбесін де көрсетпей үйінен шықпай қойды.